Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Біз Мейірім, Димаш үшеуміз продукт алуға кетіп бара жатырмыз. Темірханды папасымен неге тастап кеттік. Бүгін демалыс күні болатын. Біз сіздерге қазір мына өзіміз тұратын жақта, левый берег жақтағы әдемі ғимараттарды көрсетеміз. Бұл жақта енді жас қала болғандықтан барлығы жаңадан соғылып жатыр. Жақындап қалдық скиф молға. Біздің үйден қатты алыс орналаспаған, где-то бір 15-10 минуттай сондай жерлерде кетеді. Қазір мына продукт алуға келді. Продуктыға тележка ілінде жатыр. Мейірім екеуміз. Бірақ мына что-то тартып бір-біріне жабысып қалған. Сонымен басқасын алдық. Уже кіріп бара жатырмыз. Димаш отырып алды мына алдына. Мейірім өзім жүрем деді. Мына жерде кіріп келген кезде бізде мынандай детский отдел шығады оң жақта. Күшті енді. Балалар барлық нәрсені алғылары келеді, осы жаққа кірсеші. Мынандай бассейндер шығыпты уже жазға. Мына жерлерде майда-шүйде үйге керекті нәрселер бар. Ары қарай келген кезде уже тағы да ойыншықтар басталады. Мына жерде міне машина көріп қалды Димаш. Бұл жаққа келгенде біз бір-екі ойыншық обязательно алып кетеміз. Күшті енді міне бағаларын қараңыздар. Сіздің өңіріңізде қалай бағалар? Мына жақта по-любому қымбат сияқты, Астана болғаннан кейін по-любому қымбат, потому что біз Таразда тұрғанбыз бұның алдында. Бұл жақта бұған қарағанда арзанырақ болатын. Мына жерде міне әлі детский отдел. Мына бір жерлерде міне мындай не алғысы келді Мейірім. Какой-то домик сияқты құрастыратын, кубик сияқты бірдеңкені. Мына жерлерде мынандай құрастыратын ромбик бір бөлілер бар екен. 1690 теңге дейді. Білмеймін енді бағалар нормальный ма? Енді әр нәрсенің бағасы әртүрлі сияқты. Ары қарай біз уже мына продукт бөліміне қарай кетіп бара жатырмыз. Мына жақтан бізде арақ-шараптан бұл күштенге керек жоқ. Қазір басқа да отделға қарай өтеміз. Біз ары қарай уже неге кеттік? Чай алайық деп жатырмыз. Үйде чай бітіп қалған болатын. Енді негізі чай ішу зиян деп те айтады ғой. Ішінде құрамында фитин бар екен. Фитин организмді анемия қалып келеді дейді. Мықты докторлар. Бірақ енді мен өзім қазір ішпей жүрмін. Үйдегі жолдасым ішеді, және де қонақтар келген кезде ішеді. Мына шайдың бағалары, мысалы, мына Хасан деген 815 теңге деп тұрген, бірақ мен что-то бұны ұнатпай басқасын алдым. Мынандай түрін пакистанский чайды, где-то 1500 ба, сондай ғой деймін. Сол біз бұл жаққа енді қатты часто келмейміз. Айына бір рет, екі рет келіп қоямыз бұл скифқа. Негізі жолдасым көбінесе мынау базардан
фруктовыштар свежий түрінде алып келеді. Артемнан тағы да Сауранда мықты базарлар бар. Мына жерде мен уже сахар алдым. Қазір мына аппаратпен өлшеймін. 819 теңгеме шықты ғой деймін. Мына жерде бізге бытовая химиядан ыдыс жуатын жуғыш керек болды. Мына синергетик деген ең құрамы таза эко деп айтқаннан кейін алып көрейін деп жатырмын. Бұл бөлімде бізге басқа ештеңке керек жоқ, кажется. Мына жерден бізге көрдік бұл жақты. Келесі біз мына жерден жидкое мыло алдық. Және де салфетка, там зубный щетка алдым, кажется, я. 915 теңге, Palmolive 501 теңге. Келесі мен фри алам балдарға. Енді білмеймін, қуырылған емес, өзім пешке пісіріп беремін, 15-20 минутқа саламды. Авика деген фирманікі. Жақсы жейді, енді аптасына бір рет болатын шығар, я. Кетчуппен қосып беремін. Біз 20.943 теңгеге 2 пакет продукт алдық. Қазір көрсететін боламыз. Қараңыздар, қыздар, достар. 20 теңгеге осынша зат келді. Мындай фрейзер берем балдарыма. Духовкаға пісіріп ішім. Ужас, салат, огурцы, маска, творог, темірхана каша, кетчуп, майонез, сабын, сүт, салатқа кукуруза, нәтиженің йогурты, актимель, креветки, крем, туалетная бумага, чай, мынандай жайма, салфетки. Осы келген зат 20-ға. Ал достар, сау болыңыздар. Рахмет көргендеріңізге. Келесі видеода кездескенше.